29 январь Жетісу облысы Текелі қаласына келіп отырмыз білім бөліміне. Репортер Оразалинова Айжан, Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі Жетісу облысы бойынша меншікті корреспондентімін. Сіз бізді шақырдыңыз, өз-өзіңізді таныстырып өтсеңіз, және сізде қандай мәселемен шақырып отырғаныңызды толық айтып өтсеңіз. Мен Текелі қаласының 8-ші мектептің мұғалімімін. Қазақ тілі әдебиетінен сабақ беремін. Аттестация бойынша Белгибаева Батима Жоламанова жазған маған. Сосын үшінші причинам Рахимбаева Жанар Дәулеткелдиновна 24 жылдан бастап әлі өзінде менің портфолиомды ұстап отыр. Мен бірнеше рет кеп бастықтан сұрағам. Бастық бере салам деген, сонымен берген жоқ. Ол кісі 12 айда, 2 декабря, 2 желтоқсанда 2025 жылы Косаманова Жанар екеуі әкеп береді. Сосын мен айтам, мен сабақтарым бітті, директордың кабинетінде, директор естіп отыр. Сонда мен айттым, менің портфолиомды на каком основании сіздер неге апарып бермейсіздер дедім. Архив областыға, ол сояқта жату керек, бәрі мұғалімдердікі жатыр. Ол кісілер архивта апармаған, өз қолдарында ұстаған, өтірік приказдар шығарған, сіз білесіз. 537, 527. Сосын 494-ті біздің директор ротациядан келеді, өтірік жасайды сол приказды, бұйрықты. Содан ол кісіге не берді? Выговор. Белгибаеваға да выговор за то, что этикасы дұрыс болған жоқ. Мұғалімдер көбісі жалғыз еткен. Сол кезде бізде Гранадағы кісі Завгорано Нариман Естібаевич болды. Ол кісі 23 майда 2024 жылы выговор берді, қатаң сөгіс берді оларға. 22 майда 2024 жылы управлениеда Марат Бекбасынович деген Сүлейменов берді. Оны сіз білесіз. Сізге прям папканы Султанбеков Али Султанбекович мен шақыртып управлениеда көрсетті 25 майда 2024 жылы. Сосын маған көрсеткен кезде сізге беріп қойды сол папканы. Сол папка сізде. Сосын Рахимбаева Жанар Дәулеткелдиновна администрациямен неравномерный жұмыстар жасады. Сол бұйрықтарды салып қойып, маған Гранада бермей сұраған кезде. Мен нені көргем. Китайский сөмкеде бәріміздің папкалар жатқан. Уже неден алып келген архивтан. Учебныйды апарып бермеген. Учебный сол жақта қалу керек болған. Сол учебный қолында жүр. Оны сіз білесіз. Сосын комиссияны шақыртқан кезде Башаров деген кісіге де барғам. Комиссия создавать етіңіз, 7-ші мектепке жіберіңіз деп. Ол кісі 22 августа 2025 жылы жіберем деді. Сонымен қайтадан библиотекаға шақыртқан ДКСО-ның адамы Тастанбеков Даниал Хайратұлы защищать етіп, даже применял при вас же, сізде болыңыз. Не берді. Өзінше қоқан-лоқы жасады ғой маған, что мен ДКСО-да істеймін, Белгибаеваға не үшін оскорблять еттім деп, мен на самом деле оскорблять еткен жоқпын. Ол кісі мен оскорблять етті. Менде видео бар, сіздерге бәріңізге көрсеттім. Бір адам үшін мен жауап бермейтін шығармын. Ол кісі үшін, не? Неге Белгибаева үшін? Потому что Белгибаева үшін разбираться еттім. Нақты сұрақтарыңызды қояй. Нақты жауабын мен айтайын. Нақты жауабын айтсын Тұрсын Мамедович. Өзіңізді также таныстырып кетесіз. Болды ғой. Так, енді нақты бір сұрағыңызды айтайыншы, қандай сұраққа? Менің портфолиом на каком основании
Болды, түсіндім. Жалпы бұл кісінің жаңағы портфолиясы, бұл кісі 2017 жылы бізде аттестациядан өткен, аттестациядан бекінесін 12-ші бұрынғы ескі категорияменен 12-ні бекіткен, одан кейін 5 жылдың ішінде бұл дұрыс қой, 2-ші категорияны бекіткен, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22 міне 22-ші жылы жаңа бұл кісі қайтадан переаттестация өту керек болған, 23-ші жылы бұл кісіні алаттағы біздегі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 83-ші приказына сәйкес бұл кісінің категориясын көрсеттім, мен сізге жіберейін. Бұл кісінің категориясын жаңағы 12-ші категориядан педагогқа дейін төмендетіледі. Одан кейін бараттағы бұл кісі жаңағы портфолиясын жаңағы аттестацияға өткізеді. Алайда бұл жерде бағанағы бұл кісінің шағымына сәйкес облыстық білім басқармасы тарапынан тексеру зерделеу тоқтаңыз, тыңдашы, мен айтылын, тыңдадым ғой. Сіз тексеру зерделеу жұмыстарының нәтижесіне сәйкес бұл кісіге тоқтаңыз енді. Бұл кісіге жаңағы тексеру зерделеу жұмыстары облыстан келіп тексереді, қарайды. Соның нәтижесінде жаңағы мектеп директорына выговор беріледі. Выговор, яғни сөгіс түріндегі тәртіптік жаза беріледі. Директордың әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасарға сөгіс беріледі. Сөгіс беріледі. Сонан кейін бұл жерде жаңағы бұл кісілердің негізгі сөгіс берілгендегі негізгі себебі менің ол кезде, мен өзім басшы болған жоқпын, бірақ енді айтып кетейін, ол кезде жаңағы мына приказдың дұрыс шықпағаны себебінен, приказдың дұрыс шықпағаны себебінен. Так, одан кейін мына архивте құжатқа байланысты. Құжат бірінші кезекте білім бөліміне өткізеді. Білім бөлімі неге облыстық білім басқармасына апарып құжатты өткізеді. Портфолио облыстық білім басқармасының базасында құжат сол жаққа өткізілген. Тыңдаңызшы енді. Құжат сол жаққа өткізілген. Ал енді ол құжат бұл білім бөлімінде деген сөз, ол менің има қонатын дүние емес. Неге ол архивта жатыр? Білім бөлімінде емес, ол архивта жатыр. Архивқа запрос жасаңыз, архив арқылы сіз құжатыңызды ала аласыз. Менің қолымда сіздің өткізген құжатыңыз жоқ. Менде копиясы бар. Жарайды. Сіз егер облыста жоқ болса, сонан кейін маған айтыңыз. Облыстық архивтен барып қараңыз. Так, одан кейін клевета бойынша жаңағы кім бізде Батима Жоламанова Белгибаева жаңағы облыстық неге ол кісі, мен ұмытпасам, полицияға жазады, полицияға ДКСО-ға жазады, ДКСО-ға жазады, ДКСО-дан арнайы проверка келеді. Бұл кісінің жазылған арызында бұл кісі жаңағы жеке өміріме араласты деп жазған Белгибаева. Сол бойынша ДКСО келеді. Мен енді ДКСО-ның қандай шара қолданғаны туралы мен айта алмаймын. Өйткені ол менің құзыретімде емес. ДКСО-менен сіз өзіңіз сөйлестіңіз. Мен отырмын. Давайте мен айтып алайыншы, соның негіз болса айтасыз. Так, одан кейін мен өтірік приказ туралы айттым. Енді бұл кісі бүгінгі таңда бізде педагог статусында, педагог категориясында сізді приказ бойынша жаңағы 2023 жылы категорияңыз педагогқа дейін төмендетілген. Одан бергі уақытта бұл кісі жаңағы бірнеше рет тест тапсыруға барды. Тесттің жаңағы ОЗП-ның қорытындысы бойынша жеткілікті деңгейді тест қорытындысынан ала алған жоқ. Былтырғы жылы бұл кісі педагог модераторға бұл кісі былтырғы жылы өтініш береді. Педагог модераторға өтініш беріп, құжаттарын жаңағы платформаға тіркейді. Мен өзім бірнеше рет барып, платформадан барып мен өзім көрдім. Бұл кісінің жаңағы платформаға салып отырған несі құжаттар, портфолиясы жеткілікті. Бұл кісі тек қана тест қана өтуі керек. ОЗП, яғни педагогтың білімін бағалау тестін өтуі керек. Егер педагогтың білімін бағалау тестінен өтсе, бұл кісіге былтырғы жылы педагог модератор санаты берілер еді. Тесттен өте алмағандықтан біз сонан кейін бұл кісінің айтып отырған сұрағы, яғни біз бұл кісінің жаңағы сертификатын, яғни тесттен алған балын личный кабинетіне мен кіре алмаймын. Бұл кісінің өзі ғана ол жерде тұрып жаңағы несін көре алады. Одан кейінгі бір мәселе, жаңағы бұл кісі 30 жыл стажым бар деп отыр. Бұны комиссионна біз қарадық. Бұл кісіге официально өзімен бірге отырып комиссионна қаралды. Официально письмо берілген. Енді менің бұл кісіге ары қарай айтар жауабым жоқ. Айжан. Неге акты сіз комиссияның алдында
неге мектепке келіп сағат 11:30-да Ол жерде біз мәселенің бәрі бұл кісіге мына 83-ші аттестацияның 83-ші приказына сәйкес түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында жүргізілген жұмыстар. Бірақ бұл жұмыстарымыздың ешқайсысы қазір нәтиже бермей отыр. Қалалық прокуратурамен де бірлесіп біз бұл кісіге түсіндіру жұмысын жүргіздік. Облыс білім басқармасымен де бірлесіп, облыстық әдістемелік орталықпен де бірлесіп түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Бұл кісіге біз жеткізе алмай отырмыз. Менің айтатыным осы. Айжан, енді мен басқа ештеңе айта алмаймын. Мені де енді қинамайтын шығарсыздар. Андағы тұрған мені сарапшыға бұл кісі жазады, бірақ сарапшыға облыстық білім басқармасы тарапынан облыстық білім басқармасы тарапынан сіздің озыпы болмағанына байланысты деп бұл кісіге категорияға отказ беріледі болды. Негізі бірізділік сақталу керек. Бірінші педагог, екінші педагог модератор, үшінші педагог эксперт, одан кейін педагог зерттеуші, педагог мастерге бұл кісі өтініш бере алады. Бұл құжаттың бәрін мен көріп жүрмін ғой. Бұның бәрін білемін мен. Маған неменеге оны бере бересіз? 28 жылды. Наны көрген. Айжан, осындай жағдай. Енді менің де әбетке деген уақытым бар шығар, Айжан. Или менің әбетке деген уақытым жоқ, өзімізге уақытым жоқ. Мен қазір көрсетемін сізге. Бәрі мектептер бар. Сонда менің нем де бар. Ат жөнім де бар. Жақсы. Сіздің қазір сұрақтарыңыз бітті ме, Тұрсынман Медовичқа? Или тағы да сұрағыңыз бар ма? Маған Белгибаева бойынша клевета жазған үшін. Су ішіп алайыншы. Иә, клевета жазған үшін. Қазір мен көрсетемін. Ол клеветаның вопросын, Айжан, оны ДКСО қарайды. Оны менің құзыретімде емес ол. Ол арыз маған жазылған жоқ, менің атыма. Оны ДКСО қарайды. Мен өзімнің құзыретімдегі вопростар бойынша сізге мен официально жауабын беремін. Комиссияның алдында бір күн бұрын акт недействительно жазғандар, менің приказдарыма акт недействительно деген неме? Мына бұйрықтар бойынша. Мен ол бойынша акт недействительности жасаймын. Бағанағы аталған жалған бұйрықтар деп настаивать етіп отырған бұйрықтар бойынша, Айжан, ол бұйрықтар бойынша кім болу керек? Молжигитова болу керек. Мен о кезде 21-ші жылы не сдавала. Ол бұйрықтар бойынша мектептің басшысына выговор берілген, администрацияға тиісті шаралар қолданылған. Маған берілген жоқ. 537 мен 527-ге берілді. А 400 неге берілген жоқ қазір. Ол не акты? Ол 400 қазір мен көрсетемін. Кім? Мәлімбайна, тестқа барыңыз, тест. Бармайын, потому что... Енді бармасаңыз, мен сізге ничем не могу помочь. Ол тапсырмайды ғой, 5 жылда бір тапсырады. Енді сіз қандай журналист алып келіңіз, менің жауабым осы, Айжан. Мен енді басқа жауап бере алмаймын. Уже мен сізге неше рет мен өзім жеке отырып та түсіндірдім. Енді айтыңызшы, мен сізге кездесуге барғам жоқпын деңізші. Неше рет бардым, білмеймін енді. Сіз маған нені қайтарып беремін. Айналайын, міне, сағат 1-де менің обед уақытым, иә? Енді сағат 2 болды. Мен сізге түсіндіріп отырмын. Обед уақытымды міндет қылып отырған жоқпын, Мәулен. Қойылған сұрақтарыңыздың бәріне жауап бердім өз деңгейінде. Мен енді одан артық мен жауап бере алмаймын. Сіз дұрыс бермей отырсыз. Маған енді қалған сұрағыңызды айтыңызшы, бағанағыдан басқа жоқ. Маған портфолионы Рахимбаева на каком основании бермейді. Мен оны жауап бердім ғой. Сіздің құзыретіңіз бар, облыстық архивке барып сұраңыз. Егер ол жоқ десе, облыстық архивтен сұраңыз. Егер жоқ десе, официально сұрасаңызшы. Неге Косамановамен кімді жібересіз де, неге архивқа менен бірге неге бармайды олар? Неге апарып бермейді сол портфолионы? Олар неге апарып беру? Ол архивтік емес, ол менің өзімнің копиясын алған құжаттарым. Мен бұныменен спорт етуге, егер сотқа берсе, мен бұл сүменен бағана құжатты алып беруге дайын. Сотқа беріп атыр. Болды. Беріп атыр. Біздің құзырлы органдар бәрі біліп отыр бұл жағдайды. Енді тек қана сіздің жауаптары ғана қалды алғанға. Маған только жауап. Сол жауапты бірінші неге жібереді? Управление жауап бермейді, переадресовать етеді сізге, иә? Бірінші, почему-то садикқа переадресовать етеді. Сосын Сабина деген кісі сізге жібереді. Сосын сіз отвечать етпей, сонымен қалды. Жоқ, бізге келген, маған келген хатқа мен уақытыменен жауап беріп отырмын. Ондай жоқ. Официально егер маған мына хатқа официально жауап берілмеді десе, заңды түрде жазыңыз. Қарайық. Жақсы ма? Сосын Сосын Белгибаева Батима Жоламанына клевета бойынша жазған кезде неге библиотекаға сіздер шақыртасыздар кімді?
Тастанбеков Даниял Хайратұлы. Мен- Черновом видениеге ол маған не береді? Қазір мен черновом Мен- видео көрсетемін Мен сізге. облыстық бізді сапаны қамтамасыз ету департаментін мен жұмыс бойынша шақыртуға мен құзыретім жетпейді. Неге? Түсінесіз ба? Олар ана Белгибаеваның жазған шағымы бойынша келіп отыр. Сол шағым Белгибаева бойынша туысы келді, сол екен. шағым бойынша Иә, қарады еще ол болды. мақтанып айтады екен. Мен неге барам деп. Жарайды, мәулен Біз Айжан, соға- енді мені де түсініңіздерші, мен де робот емес шығармын. Мен неше рет түсіндіріп бұл кісіге айттым. А неге постановленияларға неге отвечать етпей отырсыздар? Мен жауап беріп отырмын. Мен айтып отырмын ғой сізге. Сіздің жазған хаттың бәріне мен официально жауабын беріп отырмын. Егер жазылмаған официально жауабын алмаған хатыңыз болса, маған Сонда жазыңыз. сіздер неге маған жібересіздер мынандай, қараңыз. В черновом виде сіз болдыңыз. Не ол? В черновом виде мына юридическим лицом Белгибаева клевета жазады маған. Ода ЭЦП-сі бар. 29 мұғалімдердің ЭЦП-сін алған 24 жылы. Содан біз возмущаться еттік. На каком основании педсоветте біздің немізді аласыздар деп ЭЦП-ны. Бұл бойынша мен Сонда- мұғалімдерменен сөйлестім. Сонда Принципаларыңызды администрация алды ма на деп каком сұрадым. основании? Ондай Оған закон бұл бар мәселе деді. тіркелген жоқ деді. Что Мен штрафовать бар. етеді деп. Бар, ондай бәрі. Енді бар болса сол кезде айтар На едім каком ғой основании енді. мынандай Жалғыз маған сіз ғана черновом емессіз виде ғой. Сіз ЕЦП-ңызға БТСО бірінші кезекте береді. өзіңіз ие болыңыз. Сосын мен айттым, мен сотпен буду решать дедім ғой. Айжан, сіз мысалы ЕЦП-ңызды біреуге бересіз ба? Бермейсіз. Мен ғана емеспін. Сіз ЕЦП-ңызға жауап беретін тікелей бірінші кезекте өзіңіз. Имя директора деп кірген. Ол жақта 29 мұғалім бар, 24 жылы кірген. Сонда сіз шұғыл түрінде барыңыз дедіңіз 10 апреля. Мен директорға бардым, сабақ өткізіп жатқан кезінде. Сіз шұғыл түрінде барыңыз дедім. Бардым, барсам, директор маған ЭЦП бер дейді. Мен не үшін берем дедім. Ол кісі Белгибаева мен сұрап Бөлмедіңіз жатыр. ба? Мен сізге Сосын мен ЕЦП-ңызды берген тапсырма бердім ба? Сондан ауыстырып Мен алған өйтіп бере кезде алмаймын. ана істемей қойды. Мен ондай Сонда тапсырма бере опытный самал шақырды, ноутбукпен Мен- ашып атты. Мен енді ол жерде Сонда- айтқан шығармын. Қазір енді мен оны шыны керек На каком ұмытып та қалдым. основании ол кісі заявление Мен мүмкін составляет? айтқан шығармын. Сіз барып Стартарды категорияны, портфолиосын жаңағы документтерін бәрін- порталға жүктесе екен деп мен сондай Документтерін ниетпен неге айтқан бәрін шығармын. искажать етті? Басқа менің ниетім Нет, жоқ Белгибаев артық. не үшін искажать етті бәрін? Білмеймін Неге мен. сіздер разбираться етпейсіңдер? Ол документ қой менің. Кімді искажать Мен, еткен например, ешкім жоқ. портфолио менің Сіз документім. платформаға өзіңіз кіре аласыз. Мектеп директорының директора тарапынан кірді. бақылау үшін ғана кіре алады платформаға. На Болды. имя директора кірді. На Ол имя менің директор- наным. Мен На каком сіздің бар основании ұстап отырсыз сіздің портфолио. На каком основании? Менде На сіздің каком основании? портфолиоңыз жоқ. Рахимбаева екеулері Рахимбаева да жоқ. Рахимбаева Сіз көрсетті. облысқа звондап, облысқа барып, сол жақтан сұрай аласыз. Сұрай аласыз. Мен Сіздің барып сұрадым. Жоқ. Сіздің егер портфолиоңыз менде болса, сіз анандай приказға сізге отказ келмес еді. Сізге отказ жасап берді ғой. Кім берді? Бұйрық берді ғой, сізде бұйрық бар ғой. Кім берді? Сарапшыдан отказ жаңағы не соответствует деп отказ Ондай берді берген ғой. жоқ. Берді. Ондай берген Мен жоқ. қазір көрсетіп те беремін. Мен Айжан, мен Көрсетіп сізге беріңіз. жіберемін. Аха. Ондай приказ бар. Иә. 23 па 24 жылы ма шыққан. Сіз сонда қазір тесттен қашып отырсыз. Тесттен қашып отқан жоқпын. Менен 30 жыл астам нелерім стажым бар. Олар менің немді электронный виде ұстаз платформаға кіріп, менің ЭЦП-мен искажать етті документтерім бәрін. Содан даже 84 балл алып тұрмын сарапшыға. Қазір даже неде бар тиктокта шығып ана неде. Сіз алып келіңізші, Соның соны өзінде көрсетіңізші маған. бәрі бар. Алып келіңізші, көрсетіңізші, сертификатыңызды көрсетіңізші енді алмаған. 84% алғаныңызды көрсетіңізші. 84% деген зерттеушінің несі ғой Иә, категориясы. Фейсбукта бар. Олай болмайды. Болады. Мен Бәріміз адам шығармыз. Кішкене Иә. адамға адамменен қарау керек. қарау Мен керек. сіздің жағдайыңызға қарап отырмын. Сіз неге Мен алдайсыз сіздің жағдайыңызды, мен сізді алдаған Сіз жоқпын. мені қорғап жатқан Мен жоқсыз. заңның аясында жұмыс жасап отырмын. Заңның аясында біргесіз деген әңгіме жоқ. Сұлтанбеков, Али Сұлтанбеков заңды түрде жасаңыз деді. Сіз қашып Енді мен заңның сыртында жасап отырған жерімді айтыңызшы маған. 87% алғаныңызды Қазір көрсетіңізші. көрсетемін. Фейсбукта жүр ғой. Енді заң бар. Сосын неге менің Бюро бар. зарплатамды Давайте бір-бірімізді на каком тыңдайық. основании? Мәлім мен бағанадан бері айттым, сіз менің бір сөзімді тыңдаған жоқсыз. менің Бұл не адамға деген уважениеңіз сен ба? айтайыншы, октябрьда мен бухгалтерға бардым. Біздің немізді Бухгалтерге квитанцияны сертификат берген жоқ. берілсе төленеді, сертификат берілмесе бухгалтер төлемейді болды. Нет, Ол солай бухгалтер- заңды, реті солай. Бухгалтер маған не берді квитанция. Көп мұғалімдер, даже техничкалар жаловаться етті, что зарплаталары қалай азай қалады. 1-2 мыңнан техничкалар да азай қалды, бізде деді. Тестті На каком барасыз ба? основании? Сонда мен 250 алып жүрдім. Мәлім Қазір байым, тест январьда тапсырасыз ба? қалай азай қалады Мен зарплатам? тағы да Сосын түсіндіріп мен кетейінші, жаңағы сіз 30 неге жылдыққа оған байланысты. отвечать етпей отырсыз? Жоқ, енді мен Басқаша сіздің барлық сөйлеп сұрағыңызға жауап беріп отырмын. Мәуленбайына уже бар ғой. Мен сіздің барлық сұрағыңыз, ол сұрағыңызға Міне, жаңа ол жауап сұрақты беріп мен бірінші рет сізге айтып отырмын. Ал айтыңызшы. Сонда мен Мария деген кісіге келдім.
сосын сұрадым, мені Ирина Шамилина жіберді. Сосын Ирина Шамилина сізге келіп тұр екен. Сол кісіні шақыртып алдық. Сосын на каком основании менен 60 мың налог алып алады. Мен если замещать еткем. Не налог алады? Білмеймін, Кім алады налог? көп налог неден. Бухгалтер алып отыр. Пенсионный взнос, подоходный, тағы партия деймін. Пенсионный взнос, подоходный налог. Енді ол заңды. 60 мың қалай алады? Мен оны немен замещениемен алып отырсам, сонда сосын қайтарып берді. Заңды. Аяғында. Мұғалімнің енді жалақысынан ол налогтар Неге қайтарып берді? Сосын аяғында. Қазір январьда тексерсем, маған квитанция жібермейді. Сосын қарасам, Нұр Отаннан ұстап отыр. Неге Нұр Отаннан ұстайды, если мен... Сіз Нұр Отанның мүшесі шығарсыз. Нұр Отанмен барып сөйлесіңіз. Арыз жазып дедіңіз, сөйлесіңіз деп, бізге арызын әкеңіздер. Снимать етілген болсаңыздар, оны жүктеп, күштеп жүктеуге біздің құзыретіміз жетті. Тоже алыпты. Сонда қалай олар... Давайте, Мәуленбайна, бір вопростан бір вопросқа кетпейікші. Мына аттестацияның вопросын бітіріп тастайықшы. Сонан кейін официально жаңа Нұр Отанның мәселесін маған официально жазыңыз. Мен официально Нұр Отанға письмо жазып, мына кісі сіздерге мүше болып тұр ма, мен оны анықтайын. Ол вопросқа қазір жауап беремін. Почтамда зарплат кезінде не только менікі, техничкалардікі да, и мұғалімдердікін жарсын. Қазір бізде фаворит. Взломать ете алмайды. Не үшін взломать етті? Взломать ете алмайды. Сіз электронный почтаңызды алып кетіп, менен маған алып келіңіз. Мен бухгалтерияға сұрағым. кіргізіп, сіздің фавориттен электронный почтаңызды ауыстырайын. Кез келген Сосын адамның басқа электронный нөмір, басқа почтасына, почта берді. тыңдаңызшы Сол енді, почтамен электронный почтасына квитанция ай сайын барып отырады. Октябрьда Зарплат жөнінде болды. бізге квитанция түспеді. Сол Жарайды, мен жаңа Нұр Отанның мәселесін анықтаймын. Мәуленбайна. Жарай ма? Нұр Отанның мәселесін анықтаймын. Содан кейін сізбенен тағы да жолығамыз. Не только Нұр Отан, зарплата бойынша, на каком основании... Зарплатаңыз бойынша, жақсы, зарплатаңыз ненің счетыңызға түспей, тем более 30 жылдан астам. түгел несін шығартам, Менде анықтаймын. даже мына жерде қазір мен нені көрсетемін Болды, түсіндім. Сертификатты маған жіберіңіз. Айжанға да жіберіңіз, маған да жіберіңіз. Жақсы ма, Айжан? Жаңа көрсеттім ғой. Все болды. Енді біз 7-ші мектепке де барайық, Айжан. Сосын мына нені клеветаны Бергебаеваны тоже решать ету керек. Жақсы. Оны сіз сонымен жазасыз.